Бәріңе сәлем достар, сіздермен бірге Қытай тауарлары каналы. Бүгін біз AliExpress сайтынан келген осы екі кішігірім посылкаларды ашып көретін боламыз. Сонымен бастаймыз. Достар, ең бірінші мына посылкадан бастайық. Бұл посылканы бүгін ғана почтадан алып кеттім. Осы посылканың екеуі де AliExpress сайтынан келген. Kesilmeye жатыр, мына жағын ашып көрейік. Ашылды. Достар, міне бұның ішінде өздеріңіз көріп тұрғандай бұл подставка сақина. Солай. Ашып көрейік бұны. Солай жасадым. Осылай ашылады. Міне достар, бұл подставка сақина. Мына жері, бұл сақина жері бұл темір, ал мына жері пластик. Мына жағында екі жаққа жапсыруға арналған скотчы бар. Бұл қалай істейді, қалай жапсырады десеңіздер, бұның мына жағын сіз мына бетіндегі бір қабығын алып, смартфоныңыздың артқы жағына жапсырасыз. Және бұны былай үйтіп ашып, подставка ретінде де қойып қолдана аласыздар, мысалы. Және де бұны қолыңызға ұстап та жүре аласыздар. Әртүрлі функциялары бар. Өте жақсы зат. Міне сары, алтын түсте сондай сары түсіне тапсырып берген болатын. Бұл бірақ мен өзіме тапсырып берген жоқпын. Бұны достар мен арқылы тапсырып берді. Егер де ұнаса, алғаныңыз келсе, сілтемесін төменде қалдырам. Кіріп басып, сілтемеге басып кіріп ала беріңіздер. Осындай. Бұл тауардың өзі емес, сыртында упаковкасы жақсы екен. Бұлай енді жақсы етіп упаковкамен бергеннен кейін, бірақ бұлай әдемі көрінеді. Осы жақсы. Екінші посылкамызға көшейік. Бұның ішінде бұл ұстап қарағандарını мен біліп тұрмын. Бұнда не бар екен? Міне достар, бұның ішінде көбіңіз білетін шығарсыздар бұның не екенін, ал білмегендерге айта кетейін. Бұл көзілдірік сүртетін, яғни құрау осындай. Басында екі жұмсақ мынандай кішкене қаттау берген, бірақ мына жағы жұмсақ екен. Микрофибра дейді бұны. Осындай микрофибрасы бар. Бұны қазір біз тексеріп көрейік, қалай жұмыс істейтінін. Бір көзілдірік алып сүртіп көретін боламыз. Достар, міне көзілдірікті алып келдім. Мынау зрениенің көзілдірігі. Міне бұны былай ашасыздар, жеріне ұстап, микрофибраны былай қойып, осылай бүйтіп сүртіледі бұл. Былай жақсы тазалайды екен. Бірақ кішкене былай бір жерді тазалағаннан кейін, екінші жерді қайтып тазалағаннан кейін, бірақ кішкене іздері қалып қояды. Ол үшін бәрін бірден бүйтіп сүріп шығу керек деп ойлаймын. Міне достар, тап-таза. Кішкене мына жеріне сәл айғыздар қалып қойды. Бұны да кішкене отырып, асықпай жаймен бәрін сүрту керек. Бұның бағасы қымбат емес, арзан. Егер де басы білініп қалса, қиналмай тағы біреуіне тапсырып бере аласыздар. Міне мынандай осындай жер қыстырғыш секілді. Достар, егер де ұнаса, алғаныңыз келсе, бұның да сілтемесін төменге қалдырам. Міне достар, қазір. Достар, міне бүгінге осы. Көргендеріңіздей бүгінге AliExpress сайтынан келген осы екі тапсырысымыз. Міне сақина подставка және көзілдірік сүртуге арналған осындай микрофибрасы бар басында құрау. Бұл өте, екеуі де жақсы, өте жақсы тауар. Көңілім толды. Достар, егер де өздеріңіз тапсырып бергілеріңіз келсе, екеуінің де сілтемелерін төменде қалдырам. Басып кіріп тапсырып бере беріңіздер. Сатушылар да жақсы, рейтингтері де жақсы. Тапсырып бере беріңіздер. Бүгінге осы достар, сау болыңыздар.